Ayup деген пайғамбар өмір сүріпті. Оның бағына орай көп баласы, сенімді жары, мол байлығы, қызметшілері болады. Сөйтіп күндер өтіп олғысы 70-ке келген шағында басына ауыр дерт келеді. Ayub ауырып жатқанда балалары да бірінен кейін бірі ауырып дүниеден озады. Малдары қырылып, бар байлығынан айырылады. Күн өткен сайын оның жағдайы нашарлай береді. Қызметшілері жоқ, балалары жоқ, туған туыстары безіп кетеді. Қасында тек әйелі қалады. Сол ғана Ayub'тың жағдайын жасап көмектеседі.